бүгін біз сіздермен бірге біздегі 30-шы тақырып дос таңдай білу дейтін тақырыпты өтеміз. Күннің жазайық. Бүгін 20-шы қарашаның 20-сы дос таңдай білу деп. Пікір жазу туралы және де өткен тақырыпта сіздер еліктеуіштерді өттіңіздер ғой, еліктеуіш сөздер бойынша соларды әлі де сіздермен бірге пысықтайтын боламыз жаттығу жұмыстарымен. Тақырыбымыз достыққа байланысты ғой. Соған байланысты барлығымыз бірігіп жұмыс жасау мақсатында қазір сіздерге ленталар беріледі. Сіздер қарама-қарсы тұрған адаммен лентаны алмасасыздар екінші шетімен, жақсы ма? Келесі кім? Арайлым или біреу ұстай салыңдар. Мына жерден мына ортаға мына несі қағазына біріктіріп ал. Соңғы рет ал. Давай итерсің. Я итерсің. Жасылмен ағашы. Енді ленталар жинайық, недеді? Қарап берсай, сіздер дейміз. Сәттілі тапсырма, бірінші тапсырманы орындамауға мүмкіндік беріледі. Дос туралы мақал мәтелер. Дос сөзі ол сен қасындағы, сен қиындықта қасында табылатын досың. Сен өзің жаман жағдайға түсіп, өзіне сенімді болмасаң, қасында тұрып, сені қолдайтын ол дос. Жақсы, рахмет, жарайсың. Сен үшін сүйіспеншілік, ол достық деп ойлайсың, иә? Жақсы, рахмет. Жақсы, достықтың қандай түрлері бар деген сұрақ болды, иә сенде? Жақсы, келесі сымбат. Үш фразеологизм бар. Қас пен көздің арасында ит өлгенше және тайға таңба басқан. Жақсы, рахмет, жарайсың. Келесі кім? Жасмин. Жоқ. Сіздің ойыңызша сіз қандай доссыз? Жақсы, көңілді дос. Раса айтайын? Жүректің досына қарасана, ақыл дос, ашуы кеткен, ақыл дос, ақыл дос. Жақсы, рахмет. Атамекен пана кеткен, қысылғанда, атамекен адам кеткен, қысылғанда пана кеткен. Жақсы, жарайсың, браво. Келесі? Маңызды рөл атқарады. Иә. Келесі, Ватқан. Туған жерім туралы айтыңыз. Иә. Мен туған жерім Алматы. Алматы қаласы, иә. Алматы қаласы. Бізге, Иә, Алматы. Өскемен. Күзде болып, Иә, өз халық. Жақын досым ол мейірімді, ақылды және маған сені көп. жақсы. Берілген, иә? Екі мәтін берілген. Осы екі мәтін бойынша өз беттеріңізбен оқисыздар. Оқу тапсырмасы ғой. Содан кейін сіздерге осы мәтін бойынша сіздер пікір қалдырасыздар. Пікірді мына қағазға жазып, содан кейін бірге оқисыздар, жақсы ма? Мына жақпен бірінші тақырыпты оқып, бірінші мәтінді оқысын. Мәтінді оқып, Жарайды, Дәптерге
мәтінін оқығанда маған өте қызық болды. Бұл Австралияның ережесі де қатаң заман болып көрінсе де өте қызықты деп ойлаймын. Қазіргі заманда бұлай болмаса да ережелерді сүйенген адамдар адал болды деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет. Келесі. Білу керек. Өтірікші, ақымақ, қорқақпен дос болмай, өзіңнің жан дүниеңді түсінетін адаммен дос болу керек. Жақсы. Рахмет. Келесі. Екі тоқсан. Және дұрыс айтылған. Әсіресе ата бабамыздың досын өзінен жақсырақ болсын дейміз. Сізбен дос болмауға жазылған. Аха. Кім оқиды тағы? Жалын оқисың ба? Оқи ғой, жалын. Ерте заманда адамдар бір-біріне дос болу үшін достыққа алуан талаптар қойған екен. Табу қиын. Досты берік және нық болу керек. Мәтіндегі ой мен үшін өте қызықты болды. Бірақ мен мәтіндегі оймен келіспеймін. Себебі достық таңдау және ауыр талаптардан емес, шын жүректен және де бір-бірін түсінуден тұру керек. Жақсы. Адал достық табу керек. Осы үшін мәтін нағыз достықты табуға көмек береді. Өзіңді қиындықта тастамайтын, жамандықта қасында табылатын және адал достық табуға көмек беретін мәтін. Жақсы, ерат оқисың ба? Бұл еліктеу сөздерге сіздер сөйлем құрайсыздар. Жақсы ма? Әрбіреуіне еліктеуіш сөздер бар. Оның ішінде бейнелеуіш те бар, еліктеуіш те бар, иә ма? Жақсы. Оны содан кейін жейсіздер. Ашам ба ғой? Иә, мына қағазды ашып. Еліктеуіш сөздер дегеніміз айналадағы, табиғаттағы орындағы құбылыстардың дыбысы, яғни бейнелеуі. Еліктеуіш сөздер бізде екіге бөлінеді. Еліктеуіш және бейнелеуіш деп. Апатналар ғой, иә? Иә, қасында жазумен жазылған олар еліктеуіш. Байланысты емес, просто сөйлем құрайсыз. Тек қана сөйлем құрайсыз. Айырмашылығы қандай? Білесіздер ме айырмашылығын? Қандай айырмашылығы? Еліктеуіш дейтін адамды еліктейді. Мысалы, оны көрмейді, бірақ естиді. Бейнелеуіште оны көреді, бірақ оны Жарайсыз. Яғни бізде еліктеуіште сөйлемде бейнелеп тұрған сөз болуы мүмкін. Ал біреуінде керісінше жаңағыдай бір дыбысты сипаттап тұруы мүмкін. Жақсы ма? Соған байланысты дұрыс сөйлем құрай білулеріңіз керек. Дәптерге жазамыз сөйлемді, дәптерге жазамыз. Бірақ бұл қанатты сөздер сіздерге ешқандай да Тамақ ішіп жатқан кезде есікті өткізіп қойған. бұл еліктеуіш пе? Бәрі далада сәт-сәт деп жаңбыр жауды. жақсы. Жаңбыр сағат сат-сат тиген кезде жаңбыр жауып тұр емес, шатырға сат-сат тиіп жатыр деп жазсақ болады. Келесі ары қарай. Саяжан оқысаңыз. Саяжан. Аха. Келесі видео. Қандай есік шықырлады. Бұл еліктеуіш сөз. Аха. Амира ойнап құлап қалды. Ауырғаннан баж еті байқалады. Жақсы. Келесі. Басынан нетіп күтіп қалады. Жақсы. Екі ғана оқиға. Мен досыммен жүргенде бізге ит арс етті. Жақсы. Келесі. Аха, иреленеді, иә? Жақсы. Ақынжа. Ақбек. Ақынның үйінде қазан бұл сарт етіп тұрады. Аха, жақсы. Сонымен түсіндік қой, иә? Осы тақырыпты. Яғни біздер өткен тақырыпта сіздер осы жақсы, жайсаң тағы. Асыяқ керек. Қалай жүреді? Жоқ. Бейнелейміз. Қорқан. Аха. Бұл енді бейнелеуіш бола ма, еліктеуіш бола ма? Бейнелеуіш. Аха, жақсы. Келесі. Бұл қандай сурет? Адамның құлағына еліктеу. Қалай қой, дұрысы. Жақсы. Или гүрс етіп құламай ма? Иә. Ары қарай. Қой. Бейнелеуіш.
Жаңбыр қалай жауады? Бұршақ қалай жауады? Немесе тырс етті дер, иә? Ары қарай? Ол еліктеуіш па, бейнелеуіш па? Сондайды және мына қалай жүрді? Кімде болды? Ирелеу дейді. Бұл бізде қандай болады? Бейнелеуіш бола ма? Бейнелеуіш тұр, иә? Яғни оның ирелеуін бейнелеуіш тұр. Жақсы, рахмет оқушылар. Осы сұраққа жауап іздейік. Барлығымыз топ болып бақтаса. Тапсырма деп жазылмады. 5 минут уақыт берді. Не жағдай? Ақылдасып алыңыздар. Давайте диалог. Иә. Диалог бірақ. Бұл енді сіздерге жаңағыдай бірге барлығы бірге шешу. Шығатын жауап керек қой. Сен не істейсің? Біріншіден мен досыммен сөйлесемін, қал жағдайымызға не болды екен деп сөйлесер едім. Және бұған мәселесін тыңдайтын едім. Және де оны көрмеға ренжітсем, кешірім сұрайтын. Жақсы. Ағай, сіз топтан бір ситуация жоқ. шешім қабылдар едім. Егер де ол әдейі істемесе, оны шешуге болады. Себебі дос ақшамен және затпен теленбейді. Жақсы, жарайсың. Ренжітпесең қателігін қалай айтар едің? Мен досыма ақыл беріп, айтар едім, себебі мен оған жамандық емес, жақсылық тілеймін. Және оның пайдасын көреді. Жақсы. Деген сұраққа немесе яғни бір сөзбен дос таңдауда сіздерге не маңызды рөл атқарады? Сол туралы яғни бір қасиет жазасыздар. Көп сөз керек емес, тек қана қасиеттер жазасыздар. Адам бойында дос болу үшін қандай қасиет болу керек? Соны жазасыздар. Достың бойында қандай қасиет болу керек? Бір қасиет Сөйлеммен тұрса жарайды. Сол өзіңіздің жан досыңызға болсын, немесе балалық шағыңыздағы досыңызға болсын, достарыңызға хат жазып келесіздер. Ол бір ғана адамға емес, бірнеше сыныпқа арналуы мүмкін, иә? Сол туралы хатты дәптерге міндетті түрде жазып келеміз. Екі топқа да ортақ тапсырма. Жақсы ма? Сіздерге бәрі бірге жүреді. Бейнелеуіш пен еліктеуішті айырып үйреніңіздер, иә? Қалмай сөйлемдерді қайталап. Аха. Фразеологизмдерді еске түсірдік, иә? Және де мәтінді оқып біз қандай қасиет қалыптастырдық бойымызға?